Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып ұландар мерекесі. Ұландар мерекесі переводится праздник наших войск, наших гвардейцев. Или же, балалар, 7 мамыр, 7 мая – это день защитников Отечества, отан қорғаушылар күні. Қайталаймыз, повторяем. Жіктік жалғау, личные окончания. Ребята, мы на каждом уроке с вами используем личные окончания. И каждый раз мы его повторяем. Қайталаймыз. Мен қорғаймын, сен қорғайсың, сіз қорғайсыз, ол қорғайды. Ребята, слово қорғау – защищать. Я защищаю, ты защищаешь, вы защищаете, он защищает. Это единственное число жекеше түрі. Біз қорғаймыз, мы защищаем. Множественное число көпше түрі. Сендер қорғайсыңдар, сіздер қорғайсыздар, олар қорғайды. Балалар, жіктік жалғаудың жекеше және көпше түрін дәптерлеріңе жазып қойыңдар. Жаңа сөздер: отан, родина, ұландар, воины, қорғайды, защищает, охраняет, шекара, граница, құттықтаймыз, поздравляем. Балалар, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Жаттап алу, выучить. Дәптерлеріңе, сөздік дәптерлеріңе жазып қойыңдар. Оқылым. Чтение. Тыңдаймыз, балалар. 7 мамыр ұландар күні. Ұландар отан қорғайды. Қорғайды, защищают. Ұландар батыр. Ұландар Қазақстанның шекарасын қорғайды. Шекара, граница, қорғайды, защищают. Біз оларды мақтан тұтамыз. Ребята, мақтан тұтамыз – синоним слова мақтанамыз. Мы такое слово с вами уже проходили. Гордимся. Бұл күні атамызды, әкемізді, ағамызды, бауырымызды құттықтаймыз. Слово құттықтаймыз тоже проходили. Поздравляем. Кого же мы поздравляем? Атамызды, әкемізді, ағамызды, бауырымызды. Олар қашанда отан қорғауға әзір. Әзір синоним слова дайын. Готовы. Они всегда готовы защищать родину. Жақсы балалар, мәтін түсінікті ме? Түсінікті болса, мынандай сұраққа жауап берейік. 7 мамыр қандай күн? Какой же день 7 мая? Дұрыс, балалар, ұландар күні. Ұландар отанды не істейді? Не істейді? Что делают? Дұрыс, жақсы, молодцы, ребята. Ұландар отанды қорғайды. Ұландар Қазақстанның шекарасын қорғайды. Ұландар кім, балалар? Ұландар батыр. 7 мамыр күні, 7 мая, біз кімді құттықтаймыз? Кого мы поздравляем? Атамызды, әкемізді, ағамызды, бауырымызды құттықтаймыз. Жақсы балалар, келесі тапсырма. Жазылым. Письменная работа. Сұрақтардың орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо вопроса подставь правильный вариант ответа и запиши. Жаз, пиши. Қажетті сөздер. Опорные слова, нужные слова. Шекарасын. Ребята, шекара. Ну-ка, это новое слово. Как будет шекара?
Дұрыс. Граница. Отанды, родину. Атамызды, дедушек. Әкемізді, папу. Қорғауға, защищать. Жаңа сөздер, новые слова. Ребята, нужно их учить. Ұландар нені қорғауға әзір, балалар? Дұрыс, правильно. Ұландар отанды қорғауға әзір. Ұландар Қазақстанның несін қорғайды? Қазақстанның несін қорғайды? Что они защищают Казахстан? Дұрыс, балалар. Ұландар Қазақстанның шекарасын қорғайды. Они защищают наши границы. Бұл күні біз кімдерді құттықтаймыз? Жақсы. Бұл күні біз атамызды, әкемізді құттықтаймыз. Олар қашанда отанды не істеуге дайын? Готовы что делать? Дұрыс. Олар қашанда отанды қорғауға дайын. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Бұны дәптерлеріне жазып қойыңдар. Келесі. Үй жұмысы. Ребята, у нас есть классное и домашнее задание. Все письменные задания выполняем в тетради. Барлық жазба жұмыстарын дәптерімізге жазамыз. Үй жұмысы 5-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жаз. Вместо многоточия подставь правильный вариант окончания. Мыз или д. Вспоминайте, вначале мы с вами повторяли личное окончание. Біз оларды мақтан тұта. Какое же окончание вы добавите? Біз, мы. Множественное число первого лица. Бұл күні атамызды, әкемізді, ағамызды, бауырымызды құттықтай. Добавляйте личное окончание. Какое? Мы поздравляем. Значит, опять же, предложение в первом лице во множественном числе. Үлкен болғанда бізде отанды қорғай. Когда мы вырастем, мы тоже будем защищать нашу родину. Жақсы. Балалар, есте сақтаңдар. Запомните. Ұландар отанды қорғайды. Ұландар шекара күзетеді. Күзетеді, охраняют. 7 мамыр отан қорғаушы ұландар күні. День защитников Отечества. Жақсы. Это вы должны запомнить. Есте сақта. Запомните. Жақсы, балалар. Тапсырманың барлығы түсінікті болса, тапсырмаларды орындаймыз. Сау саламат болыңыздар.